Всем привет! Бүгін большая распаковка. Келген заттардың барлығын Каспий магазинінен сатуға алдым. Мен уже заранее ашып қойдым. Осындай кухонный набор заказ бердім. Ашамыз. Мұжылмай, бәрі әдемі болып келді. Ешері сынбаған. Жеңіл зат, қатты ауыр емес. Қараңыздар. Осындай подставка. Әр түрлі осындай әдемі заттармен. Кухняға арналған пышақ, қайшы, овощи ашатын, кесетін, открывашка. Барлығы кухняға керекті әдемі заттар. Ал келесі заттар осындай әдемі минажницалар, конфеты, сухофрукты, любой нәрсе салып қойсаңыз болады. Осындайды үшеуін алдырттым. Осындай подносымен екеуін заранее ашып қойдым. Қалғандары дәл осындай екеу. Бәрі әдемі болып келген необычный заттар. Қараңыздар. Ішінде наборда 4 штук бар. Осындай стеклянный. Мынау подностың ручкасы пластик. Бұны өздері құрып алады. Сатуға болғандықтан мен бұны ашпаймын. Қараңыздар, міне қойып көрсетейін. Төртеуі осылай әдемі болып тұрады. Кухняңызда жинақы бұл. Бәр подностың үстінде бөлек-бөлек тұрмайды. Әрқайсының крышкасы бар, жауып қоясыздар. Мына екі ручка екі шетінде тұрады көтеріп жүргенде. Өте әдемі зат. Келесі зат. Сатуға тоже алғанбын. Полотенце. Сатушы арнайы коробкалары мұжылып қалмасын деп сүлгілердің ішіне салып жіберген. Қараңыздар, бәрі мұжылмай, жыртылмай әдемі келген. Набордың ішіне 2 сүлгі болады. Қазір біреуін құрастырып сіздерге көрсететін болам. Не, қараңыздар. Осындай коробканың ішінде әдемі ручкаларымен кез келген сыйлыққа, қонаққа бара жатсаңыздар, сыйлыққа вообще күшті. Өте адамға приятны болып қалады. Немесе андай болады, 9-ға, сондайға қосқанға тоже өте әдемі көрінеді. Ішінде екеуі де хлопок. Так, біреу 33-те 73 размерде. Кәдімгі бет сүлгі. Келесі заттарды мен сатуға алған болатынмын, бірақ сатушы дұрыс орамай әшейін пакеттің ішіне салып жіберді. Барлығының сыртында коробкасы мұжылып қалған. Товарный вид кетіп қалған. Бұндайда арасында болып тұрады. Менің қателігімді қайталамаңыздар. Мен бұл сатушыға жазуға ұмытып кетіптім. Коробкасын отдельно бер жібер деп. Үлкен жол ғой енді 6000 километр деген оңай емес. Жарайды. Бірақ ішіндегі товар өте сапалы, өте әдемі. Бұл жерде именно кондитерлерге арналған, кухняға арналған зат. Кішігірім осындай коврик. Осылай төсеп қояды. И осындай скалка. Пельмешки сондай істегенге вообще күшті екен. Маған ұнады.